бәрі бір кафедегідей болып шықпайды деп осы уақытқа дейін еш уақытта үйде лағман жасап көрмегенмін, бірақ дәл осы рецептпен жасағаннан кейін дәмі де иісі де тура кафедегідей болып шығады. Ең алдымен жіңішке етіп, етімізді турап аламыз, қызып тұрған майда қуырамыз. Үстіне туралған пиязды және пекинский капустаны саламыз. Кішкене сельдерейді қосамыз, жартылай ащы перец қосамыз, тұз қосамыз, барлығын жақсылап араластырып қуырамыз. Дәл осылай кафедегідей дәм беру үшін халал чонгустамның дәмдеуіштерін пайдаландым. Артқы бетінде қалай пайдалану керек, қалай дайындау керек, барлық тағамдардың рецепттеріне дейін бар. Бір ас қасық қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне кішкене су құямыз. Қақпағын жаппаймыз, ашық күйінде пісіреміз. Алдын ала піскен лапшамызды саламыз, тағы бір жақсылап қуырамыз. Лапшаның түсі қанық түс болу үшін үстіне соя тұздығын қосамыз. Тағы бір араластырамыз, одан кейін тәрелкемізге салып орналастыра береміз. Осымен біздің асымыз дайын болды. Осындай оңай және дәмді тамақтардың рецептісін көру үшін міндетті түрде менің парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыз.